Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы жануарлар қалай дыбыстайды. Бүгінгі сабақта сіздер дыбыстың қалай таралатынын білесіңдер, жануарлардың қандай дыбыс шығаратынын ажыратасыңдар. Бүгінгі тірек сөз таралу. Суретке назар аударайық. Суретте қандай жануарлар бейнеленген? Қодас, тауешкі, саршұнақтар, елік. Ал бізде Эврика бұл суретте кейбір жануарлардың артында тұр. Ол барлық жануарлардың дыбысын ести ала ма? Ойлан. Жануарлар әртүрлі дыбыс шығарады. Мысалы, шырылдайды, үреді, ысқырады, шиқылдайды, мөңірейді, ырылдайды. Ал сен білесің бе? Керіктер түрлі дыбыс шығара алады. Олар ысқырады, мөңірейді, тіпті сыбызғының үніне ұқсас дыбыста шығарады. Есімізге сақтаймыз, жануарлардың дыбысы табиғи дыбыс көзіне жатады. Енді осы жануарлардың дыбыстарын жақсылап тұрып есту үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Сиыр мөңірейді, үйрек бақылдайды, мысық мияулайды, бақа бақылдайды, аю ақырады, әтті шақырады. Жылқы кісінеді, арыстан гүрілдейді, қасқырлар ұлиды, тышқан шиқылдайды, ит үреді. Маймыл не айтады? Суретке назар аударыңыздар. Жануарлардың дыбысы жан-жаққа таралады, яғни бір жаққа емес, жан-жақтан естіледі. Олардың дыбысының қатты не бәсең шығуы денесінің үлкен кішілігіне байланысты емес. Яғни, мысалы, аюдың дауысы қатты шығады, ал мысықтың дауысы ақырын шығады деген емес. Олардың денесіне мүлдем байланысты болмайды. Жануарлар дыбыс шығарған кезде олардың дыбыстары жан-жаққа тарап кетеді. Келесі, осы айтылғандардың барлығын зерделей отырып, зертте жануар дыбысының қаттылығы денесінің үлкен кішілігіне байланысты бола ма? Есімізге түсірейік. Осыны дәптерге орындаңыздар. Келесі, ойлан, қандай жануарлардың дауысы қатты шығады? Ондай жануарлардың дауысын іздеп, дәптерге екінші тапсырма ретінде жазыңыздар. Сонымен, бүгін сабақта дыбыстың қалай таралатынын білдіңдер, жануарлардың қандай дыбыс шығаратынын ажыраттыңдар. Сабақты жалпы қорытындылау мақсатында бейне сабақтың астындағы сілтемеге өтіп, тапсырмаларды орындаңыздар. Бұл жерде сіздерге екі тапсырма берілген. Жануардың дыбысын тап.
аудиожазбаны қосқаннан кейін сіздер бұл қандай жануардың дауысы екенін анықтайсыздар. Анықтап болғаннан кейін, мысалы, қойдың дауысы мынаған жатады, екеуін белгілейсіздер. Одан кейін дұрыс қатте жауапты бұл нүктені басу арқылы белгілейсіздер. Келесі екінші тапсырма сіздерге мынандай. Бұл да осы тапсырмаға ұқсас. Белгілі бір жануарды аласыздар да тапсырмаға белгілейсіздер. Егер қате жауап болса, ол суреттің үстіне тұрмайды. Жауаптарыңызды тексеріп орындаймыз.